Абайдың қара сөздері 11-ші сөзі. Осы елдің үнем қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұры ұлықпен мал. Осы елдің үнем қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұры ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі артылтып алып, тағы да байимын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп, даугерді жеп, құтқарам деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып мал алам деп, ұрыға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екінші бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең кеп боласың, бүйтсең кек боласың, мықты атанасың деп ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Кім асса, мен соған керек боламын деп қыздырып алып, өзін бір ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар пәлі, бұл табылған ақыл деп, мен сені бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп, мынаны жеп жүр. Қара халық, менің сонша үйім бар, сонша ауыл-аймағыммен сойылымды соғайын, дауымды айтайын деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп, Құдайға жазып, жатпай тұрмай салып жүріп басын, ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ұры бұзақы жоғалса, жұртқа ойда түсер еді, шаруа да қылар еді. Бай барын бағып, кедей жоғын іздеп, ел секілденіп талапқа, тілеуге кірісер еді. Енді жұрттың бәрі осы екі бүлік іске ортақ. Мұны кім түзейді? Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме? Ұрыны тыю да оңай болар еді. Бірақ осы бұзақының тіліне еретұғын, азатұғын байларды кім тыяды?